Қазақстанда қазіргі кезде жүріп жатқан әлеуметтік экономикалық, мәдени, саяси өзгерістер көптеген қоғамдық мәселелерді қайта қарауды қажет етеді. Солардың ішінде өзекті мәселелердің бірі гендер мәселесі. Қазақстанның нарықтық экономикалық қатынасқа өтуі еңбектің гендерлік бөлінісіндегі қайшылықты шиеленістіре түсті. Қазіргі таңда әлемде әйел бейнесіне жаңа өркениет негіздерінде қайта қарауды талап етеді. Қазақстан Еуропа мен Азияның ортасында орналасқандықтан, осы екі жақтың да ықпалына басқа орталық Азия елдерінен гөрі қаттырақ ұшырайтыны анық. Гендерлік қатынастарға қатысты халықтың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ халқының дәстүрлі құндылықтар жүйесін еркек пен әйелдің қоғамдағы орны мен рөлі туралы түсініктер жүйесінің эволюциясын зерттеуі қажет. Ал енді сол мәселенің түп тамырын білу үшін жалпы гендер деген не, ол қайдан шықты және оның қазақ қоғамындағы болып жатқан үрдістерге әсері қандай екенін қарастыру қажет. Сонымен гендер деген не? Гендер ағылшын тілінен аударғанда тек деген мағынаны білдіреді. Бұл биологиялық емес, әлеуметтік жағдайларға тәуелді әлеуметтік жыныс, әйелдер мен еркектер арасындағы айырмашылықтар. Танымал ағылшын социологы Энтони Гидденс социология атты еңбегінде гендер дегеніміз еркек пен әйел арасындағы дене бітімінің айырмасы емес, ер азаматқа тән қасиеттер мен әйелдік болмыстың әлеуметтік тұрғыдан қалыптасқан өзіндік ерекшеліктері деп анықтама беріпті. Алғашында гендерлік зерттеулер батыста жүргізілді: Америкада, Англияда, Франция және Германияда. Ресейлік және қазақстандық психологиялық әдебиеттерде гендер термині өте сирек кездесетін. Бүгін жағдай өзгеріп барады. Гендерлік зерттеулер адам жайлы ілімнің барлық негізгі аймақтарына кіре бастады. Біреулері гендерлік зерттеулерді әйелдердің мүддесі үшін әйелдерді зерттеуі деп түсінеді. Бірақ бұл дұрыс емес. Көптеген жағдайларда әйел затының құқықтар жерге тапталып жатады. Сондықтан әйел құқығына байланысты мәселелер туындап, гендерлік зерттеулерде көрініс тауып жатады. Осындай жынысқа байланысты дискриминация жағдайларын болдырмас үшін де гендерлік саясат жүргізіледі. Гендерлік саясаттың даму барысы және маңыздылығы, яғни ол қайдан шықты және оның қазақ қоғамындағы болып жатқан үрдістерге әсері қандай? Гендерлік саясаттың даму тарихының шығуы 19 ғасырда басталды деп есептеуге болады. Батыс Еуропа және ақш елдерінде екі жыныстылардың теңдігі туралы феминистік қозғалыс пайда болды. Бұрын негізгі бағыты әйелдердің сайлау құқығы туралы күресі болды. 20 ғасырдың 60 жылдары жаңа гендер ұғымы пайда болды. Ғылымда осы кезде гендер ұғымына анықтама беріле бастады. Онда биологиялық жынысы негізінде қоғамда қалыптасқан әйел мен еркектің әлеуметтік рөліндегі ерекшелігі ретінде қарастырған. Екі жыныстылар ішінде қайсысы аз қорғалады деген сұрақ туса, оған тек бір ғана жауап бар. Ол әйел адамдар. Оған келесі фактыны айтуға болады. Яғни әйелдерді қорғау үшін дүние жүзінде көптеген ұйымдар құрылған және құрылуда. Олар өз мақсаттарына жету үшін өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Ал ер адамдарға келсек, олар саясат және барлық қоғам өмірінде әрқашанда биік орын алады. Өз елімізге келетін болса, қазақ әйелдерінің құқықтарын қорғайтын құжаттар бар. Дәл қазіргідей ашық қоғамда, заман талабына сәйкес қоғамдағы ер азаматтар мен арулар әлемі гендерлік саяси көзқараспен қарасақ теңескендей. Әйтсе де қазақ қыздарының бүгінгі күнгі тәуелсіз қоғамымыздағы орны қандай? Қазақстандағы әйелдердің еңбекақысы ер адамдарға қарағанда 40%-ға кем. Әйелдер құқығын қорғау жөніндегі ұйымдардың мәліметі бойынша, әйелдер тек орташа қызметтерде көпте, ал басшылар қатарында аз. Гендерлік саясат саласындағы кейбір мамандардың пікірінше, Қазақстанда шығыс дәстүрін сылтауратып, әйелдерді жынысына қарап кемсіту бар деп есептейді. Бұрынғы даналардың жазғандарына көз жүгіртсек, көбі әйел адамды тек шаңырақтың сақтаушысы, бала күтушісі ретінде ғана қарап, қоғамдық жұмыстарға араластырмаған. Қазіргі заманда әйел адам қоғамдық жұмыстардың барлық түрінде, билік басында да, жеке кәсіпкерлікке де, әскери іске де, ғылымға да араласып жүр. Дегенмен мәселе әйел адамдардың осы іс-әрекет түрлеріне қандай дәрежеде араласып жүргенінде.
Тәуелсіздікті алумен Қазақстанда бұқаралық әйелдер ұйымының құрылу процесі қарқынды өсуде. Республикада 150-ден аса әйелдер мәселесімен айналысатын әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары қызмет етеді. Әйелдер қозғалысы қалыптастырған бүгінгі таңда белгілі мынандай ұйымдар бар. Олар Іскер әйелдер ассоциациясы, Феминистка лига, Жалғызбасты аналардың Алматылық ассоциациясы және тағы басқалар. Соңғы кездері әйелдердің үкіметтік емес ұйымдарының қызметтерінде маңызды өзгерістер болды. Бастапқы кезде барлық ұйымдар бала және әйелді әлеуметтік жағынан қорғау, көп балалы және жалғызбасты аналардың, мүгедек аналардың және тағы басқалардың құқықтарын қорғаумен қатар психологиялық және заңдық көмек көрсетуді қамтамасыз етумен айналысса, ал қазіргі таңда олардың қызметі әйелдердің саяси белсенділігінің деңгейін көтеруге, саяси процестегі сұрақтарды шешуде, олардың тең құқылы қатысуына, саяси қатынастарда әйелдердің тең құқылы субъект болуына бағытталған. Қазақстандағы әйелдер саясатқа немқұрайды деген ескі көзқараспен келісуге болмайды. Бізде саясатта белсенді әйелдер көп, тек оларды қолдау керек. Парламент, мәслихат орындарына жету үшін әйелдерге сайлау технологиясын үйрету керек. Әйелдерді алға тартып имиджін жасап, және оларға дауыс беру керек, себебі елдегі тұрғындардың тең жартысын әйелдер құрайды. Әйелдер отбасында әртүрлі қызмет атқарады, оны саясатпен байланыстыру өте қиын, бірақ мүмкіншілік бар. Олар отбасының бір мүшесі, үй шаруашылығында қызмет етеді, негізгі жұмысы бала күтімі болып табылады. Біз әйелдер үлкен ерік-жігердің, күштің, шыдамдылықтың иесі екендігін көре аламыз. Ал енді саясатпен айналысу олардың қолынан келмейді деп айта алмаймыз. Гендерлік саясат әйелдердің денсаулығын жақсартуды көздейді. Басты мақсаты әйелдердің денсаулығын жақсарту, анемия ауруымен күресу, бала мен ананың өлімін азайту, рак аурулары үшін арнайы орталықтар ашу және тағы басқалар. Әйелдерге зорлық көрсетуге қарсы күрес жөнінде біраз істер атқарылды. Егер 1998 жылға дейін бұл мәселемен тек халықаралық ұйымдар айналысатын болса, ал 2010 жылдан бастап бұл республикалық деңгейде қарастырылады. Әйелдердің үкіметтік емес ұйымдары мемлекеттік органдармен бірге әйелдерге зорлық көрсетушілерге қарсы жұмыс істеп келе жатыр. Тұрғындарға жүргізілген зерттеу қорытындысы бойынша зорлықты әйелдер әртүрлі түсінетін болған. Олар өздеріне қатысты еңбек етуге, оқуға қысымшылық жасауды, ұрысты, ұрып-соғуды зорлық деп қабылдамайды. Өкінішке орай біздің заңнама тек ауыр жағдайларда ғана жаза қолданады. Әйелдерге қарсы зорлық фактісі үлкен үрей туғызып отыр. Ішкі істер министрлігі мәліметі бойынша, әйелдер көбінесе тонап кету, өлтіріп кету сияқты қылмыстарға тап болады. Осы әрекеттердің бәрі көшеде емес, өз үйлерінде болады. Әйелдер отбасында да күш көрсетуге тап болады, бірақ олар қорғаныш іздеп қорғануға талпынбайды. Бұл үйдегі жайсыз жағдайларды сыртқа шығармауға тырысудан пайда болады. Қазіргі таңда Қазақстандағы әйелдер өз құқықтары үшін күресте үлкен жетістіктерге жеткен. Сонда да біздің елдегі әйелдерді төмендету рейтингі төмен емес, әйелдердің проблемалары өте көп. Гендерлік саясаттың енгізілуі әйелдер мүддесін ескере отырып, Қазақстандағы саяси процестерді тұрақтандыру, әйелдерді дискриминациялауды жоюға бағытталған заң қабылдау және өкілетті органдарда әйелдердің санын көбейту, болашақта әлеуметтік саяси келеңсіздіктердің алдын алады. Үйдегі зорлық-зомбылық құрбандары пайдаланған қорғау ұйғарымдарының саны жылдан жылға өсуде. Қазақстанның барлық өңірінде зорлық-зомбылық құрбандарына тегін медициналық әлеуметтік құқықтық, әлеуметтік психологиялық қызметтер, сондай-ақ уақытша баспана беру қызметтері көрсетілетін 28 дағдарыс орталығы жұмыс істеуде, 17-сінде баспаналар бар. Заманауи қоғамға бет бұрған сайын, отбасының құндылығы азайып, оның орнын толық емес отбасы тіркесінің ығыстырып келе жатқаны жасырын емес. Сонымен қатар, Қазақстандағы әр 5-ші бала осындай отбасында тәрбиеленсе, сол балаға төленетін алиментті алмайтындар қаншама. Мемлекеттің отбасын кешенді қолдау бойынша шаралар қабылдауына қарамастан, шұғыл шешім қабылдауды талап ететін үрдістер орын алуда. Барлық елдердің отбасылық проблемалары ұқсас болғанымен, кейбір ұлттық ерекшеліктерге байланысты өзгеруі мүмкін.
Бұл проблемаға Қазақстанда душар болып отыр, яғни қоғам болған соң проблема болғаны бұл заңдылық. Бірақ шектен шығармай реттеп отыру қажет. Сол мақсатта Қазақстан Республикасы үкіметі, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі және басқа да қоғамдық ұйымдар көптеген жұмыстар атқаруы тиіс. Әу баста қазақтар қыз бала туылса үйден алысқа кетпесін деп кіндігін ошақтың астындағы күлге көметін болған. Ол бала туылғанда кез үйден шығып, 40 қадамнан соң кіндігін лақтырып ұл түздікі деген ырым қалған. Ислам дінінде әйелдің еркекке ұқсауына, еркектің әйелге ұқсауына қатаң тыйым салынған. Әйеліне сыртта жұмыс істетіп, өздері масыл болып үйде бос жатқан еркектерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде қатаң сөккен. Ойымды қорыта келе, 2016 жылдың желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы ең алдымен қазақстандық отбасын нығайтуға, гендерлік тепе-теңдік пен адами капиталды дамытуға бағытталған. Соған қарамастан әрбір үшінші некенің бұзылуы, некесіз дүниеге келген балалар санының артуы белең алып отырғаны өкінішті жағдай. Тіпті құқықтық мемлекетте ұлттық дәстүрді жаңғырту деген сылтаумен зорлықпен қыз алып қашу жағдайлары да байқалады. Сонымен қатар ерлер мен әйелдердің репродуктивті денсаулық мәселесі де өзекті. Себебі бүгінгі статистика көрсетіп отырғандай, отбасылардың шамамен 6% сәби сүю бақыттан айырылған, ал бұған әйел де ер азамат та жауапты.